айтып жіберіңіз, кешіріңіз. Ол бала мен қыз баланың тұсаукесу рәсімі өте ерекше, екеуінде жер мен көктей айырмашылық бар десе қателеспейміз. Өйткені баланың тұсауын кесердің алдында ақ мата төсеп баланың өмірін шектемейді. Ол біріншіден, ол бізге Корей халқынан еніп кеткен. Ал енді екіншіден келгенде күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін дейді. Күрмеу не екеніне ешкім тоқталмайды. Күрмеуді тұсау кесердің алдында әкесі баласының тұсауын кеспес бұрын шығып оң керегеге оң жаққа қазық қағады. Балам болаттай берікте қазықтай болсын деп қазық қағады. Сөйтеді да 2 метр 3 метр қолы ұзын арқан алып бір ұшын жаңағы қазыққа байлайды, екінші ұшын баласының оң аяғына байлайды. Сөйтіп осындай тойға келгендердің жас сәбилерді жарысқа жібереді, балаларды жарысқа жібереді, ол балдарды. Сол жарыстан қайсысы осып келеді, жаңағы күрмеуді шешеді. Сол кезде өмірге деген ынта, алға деген ұмтылыс, жаңағы бала қызып деген қызу дене ана кішкентай нәрестенің бойына беріледі дейді. Ол деген сөз, ұлым қанша алысқа жыраққа кетсе де өзінің отазына, өз шаңырағына оралсын деген керемет, керемет. Ал енді одан кейін барып анау біреудің аласын аттамасын деп не қылады ғой, ала жіпті байлайды. Ол біреудің аласы емес, өмірдің өзі ақ пен қарадан тұрады. Сол екеуінен бірдей өтсін деп ақ жіпті қара